Ассалаумағалейкум. Қазір біздің қоғамда ең қызу талқыланып жатқан тақырыптардың бірі жаңа конституция. Соның ішінде ең көп айтылатын ол әрине тіл туралы бап. Бұрынғы 7-ші бап, қазіргі 9-ші бап. Соның 2-ші тармағы сондағы орыс тілінің мәртебесі. Басында ол бап өзгертілмейтін болды деп айтылды. Кейін артынан бір сөз ғана өзгертілетін болды. Тең деген сөздің орнына қатар деген сөз қойылады. Енді қазір бүкіл әлеуметтік желілер осыны талқылап жатыр. Осы екі сөзді салыстырып, олар екеуі бірдей мағына береді, оның ешқандай айырмашылығы жоқ, одан ештеңе өзгермейді деп айтып жатыр. Иә, мен келісемін, бұл екі сөзді ауыстырғаннан ештеңе өзгермейді. Екеуінің мағынасы бөлек болса да, бірақ бұл бап өзгермейді. Неге? Өйткені басынан бастап бұл жерде қатар деген сөз болу керек еді. 95-ші жылдан бері бұл бапта тең деген сөз қате жазылған. Өйткені ол жердегі бұл баптың мағынасы орыс тілінің қазақ тіліне тең екенін білдірмейді. Ол қазақ тіліне қатар қосымша тіл ретінде қолданылады. Сондықтан бұл жерде тең деген сөз басынан бастап қате жазылған. Және одан басқа бұл жерде міндетті түрде қажет болған жағдайда немесе қажеттілік туындаған кезде деген сөздерді қосу керек. Және одан басқа қолданылады емес, қолданылуы мүмкін деп жазу керек. Өйткені қолданылады деген сөзді әрқалай түсінуге болады. Көптеген адамдар оны қолдануға міндетті деп түсінеді. Және соның кесірінен халықаралық ортада да Қазақстанда орыс тілі ресми тіл деген жаңсақ пікір бар. Осыдан бірнеше жыл бұрын кейбір блогерлер Google-дан Қазақстанның ресми тілдері деп іздеген кезде ол қазақ тілі мен орыс тілі деп көрсеткен. Бұл ақпаратты мен де тексергем, шынында да ол кезде Google солай деп жауап беретін. Ал Google-дың жауабы негізінен Википедияға негізделген. Википедиядағы мақалада орыс тілі Қазақстанның ресми тілі деп тұр. Осыдан бірнеше жыл бұрын мен сол туралы видео түсіргем. Мен бұл мақаланы өзгерткем. Википедияда бәріңіз білесіздер, мақалаларды өзгертуге болады. Мен оған өзгеріс енгізіп, орыс тілін қазақ тілінің жанынан алып тастап, оны бір саты төмен қойғам. Бірақ соған қарамастан оның редакциясы бұл өзгерісті қабылдамады. Бұрынғы нұсқасын қайтадан қалпына келтірді. Мен бірнеше рет сондай талпыныс істедім, бірақ әркез ол өзгерістер қабылданбады. Әлі күнге дейін Википедияда орыс тілі Қазақстанның ресми тілі деп жазылған. Және ол ғана емес, ол жерде егер төменірек түсіп қарасаңыздар, minority languages деп тұр, яғни басқа ұлт топтарының, шағын ұлт топтарының тілдері. Және сол жерде тілдердің ішінде қазақ тілі тұр. Бұлар қазақ тілін кемсітіп тұр. Оны басқа өзге ұлт өкілдерінің тілі деп. Википедия бізге өтірік айтып тұр. Бүкіл әлем бұл жалған ақпаратқа алданып жүр. Қазақстанда орыс тілі ресми тіл деп. Соның кесірінен тіпті мен де бірнеше жыл бұрын соған алданып, шатасып жүрген. Бірақ қазір мен анық білемін. Орыс тілі ресми тіл емес. Ресми тіл дегеніміз шын мәнінде ол мемлекеттік тіл. Ол тек қазақ тілі ғана. Ал осы 7-ші баптың 2-ші тармағы орыс тіліне сондай мәртебе бергендіктен автоматты түрде бәрінде орыс тілі ресми тіл деген қате пікір қалыптасады. Жалпы бұл 7-ші баптың 2-ші тармағы қате жазылған. Ресми түрде қазақ тілімен тең дәрежеде қолданылады деген сөздің өзі дұрыс жазылмаған. Оны өзгерту керек. Ресми түрде деген сөздің өзі бұл жерде көптеген адамды шатастырып тұр. Енді бұл бап жалпы өзі нені білдіреді? Шын мәнінде бұл бап орыс тіліне ешқандай күш бермейді. Бұл баптың мағынасы Қазақстанда жалғыз ғана мемлекеттік тіл бар, және ресми тіл ол қазақ тілі. Орыс тілі ресми тіл емес, бірақ кейбір жағдайларда ғана, кейбір ұйымдарда ғана, мемлекеттік ұйымдар мен жергілікті өзін-өзі басқару орындарында, яғни мәслихаттарда қолданылуы мүмкін, тек қажеттілік туындаған кезде ғана. Ол қандай қажеттілік? Мысалы айтайық, кейбір ұлт топтары шоғырланып тұратын өңірлерде, елді мекендерде, әсіресе Қазақстанның солтүстік өңірлерінде орыстар топтасып тұратын ауылдар бар, қалашықтар бар. Сол жерде кейбір азаматтар қазақ тілін білмеуі мүмкін. Негізі дұрысында Қазақстанның бүкіл азаматтары қазақ тілін білуге міндетті. Дұрысында солай болу керек. Іс жүзінде әрине басқаша, бірақ дұрысында солай болу керек. Және бұл ережеге бағынбайтын кейбір азаматтар болуы мүмкін. Ол жасы үлкен адамдар. Олар СССРда туып өскен, өмір бойы орыс тілді ортада өмір сүрген, орысша білім алған. Қазір олар қоғамда белсенді емес. Олар көбінесе үйде отырады. Тек өздерінің туысқандарымен, достарымен, көршілерімен ғана араласады. Оларға күнделікті өмірде қазақ тілі қажет емес. Олар қоғамда белсенді емес. Бірақ кейбір жағдайларда олар мемлекеттің қызметтеріне жүгінеді. Акиматқа барады, полицияға барады, жергілікті мәслихатқа, зейнетақы қорына барады. Осындай жағдайларда арада кедергі болмау үшін оларға қызмет көрсеткенде орыс тілі қолданылуы мүмкін. Бұл 7-ші баптың 2-ші тармағы осыны білдіріп тұр. Яғни осындай кейбір кездерде ғана орыс тілінің қолданысына рұқсат етілген. Ол орыс тілі әркез ылғи қолдануға міндетті дегенді білдірмейді. Қазақ тілінің орнына қолдану керек дегенді білдірмейді. Тек осындай сирек жағдайларда ғана. Бұл бап тек осыны ғана меңзеп тұр. Сондықтан басынан бастап 95-ші жылдан бері бұл бап
қате жазылған. Және ол орыс тіліне ешқандай күш беріп тұрған жоқ. Ал енді біздің кейбір депутаттарымыз бар, Ермұрат Бабиев, Қазбек Иса, бұған қатысты өз пікірлерін айтып жатыр. Біз жаңа конституцияны қолдаймыз деп жатыр. Орыс тілін әлі алып тастау ерте, өйткені қазіргі геосаяси ахуал өте қауіпті. Ол Ресей үшін бір үлкен сылтау болуы мүмкін, Қазақстанға агрессия көрсетуге сондай бір үлкен түрткі болуы мүмкін деп соны сылтауратып жатыр. Қазіргі геосаяси ахуалдың күрделілігі сондай, тіл мәселесі қауіпсіздік факторына айналды. Бүгінгі әлемде ол ішкі саясаттан шығып, геосаяси құралмен ықпал болып отыр. Сондықтан өкінішке орай тілге қатысты кез келген қатаң шешім сыртқы күштерге ақпараттық және саяси манипуляция жасауға дайын аргумент болмақ. Енді соны естігенде бүкіл қоғам сол депутаттарға шүйілгіп жатыр. Біздің көңіліміз қалды, Қазбек Исаның маскасы шешілді, ол өзінің шынайы бейнесін көрсетті, сенген сиырым сен болсаң деген сияқты сөздерді айтып жатыр. Бұл жерде мен өз пікірімді айтсам, менің ешкімнен көңілім қалған жоқ. Неге? Өйткені мен ешкімге үміт артқан жоқпын. Қазбек Исаның кім екенін осыдан бірнеше жыл бұрын Қуат Ахметов айтып кеткен. Қазбек Иса ол шенеунік. Ол кабинетте отыратын бюрократ деп айтуға болады. Бұл жерде бюрократ деген сөзді мен жағымсыз мағынада айтып тұрған жоқпын. Бюрократ дегеніміз костюм киіп кабинетте отырып құжаттарға қол қоятын адам. Ондай адамдардың қазақ тілі үшін еңбегі бар, бірақ белгілі бір деңгейге дейін. Ол деңгейден олар аса алмайды. Олардың мүмкіндіктері шектелген. Бізге осыны түсіну керек. Мен бұл жерде ешкімді кемсітіп тұрған жоқпын. Бізге реалист болу керек. Ал енді тіл жанашырларының басқа түрі бар. Олар күнделікті өмірде халықтың арасында жүріп, белсенді түрде қазақ тілі үшін әрекет етіп жүрген адамдар. Оларды қаһарман деп айтуға болады. Соның ішінде Руза Бейсенбай апамыз бар. Бұл енді қазақ тілі үшін ең көп еңбек сіңірген азамат деп айтуға болады. Қазақ тілі үшін күн сайын фашистерге, империалистерге қарсы күресіп жүрген, алысып жұлысып жүрген, шашының бәрі ағарып кеткен, денсаулығының бәрін тіл жолында сарп еткен адам. Бұл кісі нағыз қаһарман. Одан басқа Қуат Ахметовты айтып өтуге болады. Қазақ тілі үшін елден қудаланып, шетелде паналап, бірнеше жыл бойы отбасын көрмеген адам. Бұл адамдарды қаһарман деп айтуға болады. Олар тіл үшін жан беруге дайын. Міне осындай адамдарға үміт артуға болады. Ал енді кабинетте отыратын, құжаттарға қол қоятын бюрократтарға, шенеуніктерге үміт артқан қате болады. Мен қайталап айтамын, мен ешкімді кемсітіп тұрған жоқпын. Адамдардың мүмкіндіктері әртүрлі болады. Бізге реалист болу керек. Мен өзімді де қаһарман деп санамаймын. Сондықтан бәрі әділ болу керек. Ал енді конституцияға келетін болсақ, бұл жерде мен осының алдында да бірнеше жыл бұрын айтқам, қазір қайталап айтамын. 7-ші баптың 2-ші тармағы орыс тіліне ешқандай күш беріп тұрған жоқ. Сондықтан қазір біз оны алып тастасақ та ештеңе өзгермейді. Бізге өзгерістер болу үшін конституцияны емес, басқа заңдарды өзгерту керек. Ең бірінші ол тіл туралы заң. Бұл заң біраз баптарда орыс тілін міндеттеп қойған. Және ол заңда ол конституцияға негізделген деп жазылған. Шын мәнінде ол конституцияға негізделмеген. Өйткені конституция орыс тілін міндеттемейді. Әсіресе жекеменшік салада. Ал тіл туралы заңда орыс тілі мемлекеттік салада да, жекеменшік салада да міндеттелген. Білім беру саласында, ақпарат саласында, басқа да салаларда орыс тілі мемлекеттік тілмен тең дәрежеде тұр. Кәдімгідей ресми тілдің қызметін атқарып тұр. Бұл конституцияға қайшы. Бізге ең бірінші осы баптарды өзгерту керек. Және одан да басқа заңдар бар. Мысалы, тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңның 24-ші бабы бар. Ол жерде сатушы, қызмет көрсетуші мемлекеттік тілде және орыс тілінде ақпарат беруге міндетті деп тұр. Бұл жерде де орыс тілі ресми тілдің қызметін атқарып тұр. Бұл бапты да өзгерту керек. Және қазақ тілінде тек ақпарат беруге ғана емес, толыққанды қызмет көрсетуге міндетті деп толықтыру керек. Бізге осы заңдардан бастау керек. Сол заңдардан бірте-бірте орыс тілін алып тастап, оның мүмкіндіктерін шектеу керек. Және ол конституцияға қайшы болмайды. Өйткені қайталап айтамын, конституцияда орыс тілінің қолданысы өте шектеулі. Сондықтан біз сол заңдарды өзгертсек, ол конституцияға еш қайшы болмайды. Және егер біз жаңағы геосаяси жағдай туралы айтсақ, бұл жерде Ресей Қазақстанға қарсы ештеңе істей алмайды. Өйткені конституцияда орыс тілі тұр. Ол бір. Екіншіден, Ресей Қазақстанға шабуыл жасау үшін орыс тілінің мәртебесі ол басты себеп емес. Ол жай ғана сылтау. Біз ол бапты өзгертсек те, өзгертпесек те, егер себеп болса, онда Ресейді ешкім тоқтата алмайды. Мысалы, Украинаға Ресей не үшін шабуыл жасады? Олар біз орыс тілді азаматтарды қорғаймыз деді, орыс тілінің мәртебесі үшін күресеміз деді, Украина НАТО-ға кірмесін деп соғыс аштық деді, бірақ оның бәрі жай ғана сылтау. Бұл соғысты ақтау үшін. Ал оның нағыз шынайы себептері басқа. Оның артында үлкен геосаяси ойындар жатыр. Оны көптеген адамдар түсіне бермейді. Сондықтан егер Ресей Қазақстанға шабуыл жасайын десе,
орыс тілін біз қалдырамыз ба, оған мемлекеттік мәртебе береміз бе, олар оған қарамайды. Олар бәрібір шабуыл жасайды, егер оларда себеп болса. Ал оған себеп болмаса, онда біз орыс тілін алып тастасақ та олар бізге тиіспейді. Және бізге, егер біз Ресейден соншалықты қорықсақ, бірінші қауіпсіздік кепілдігін алу керек. Азербайжанда ондай кепілдік бар. Азербайжан кішкентай ел, Ресейден қорықпайды. Ашық түрде Ресейге қарсылық білдіреді. Егер Ресей қаласа, ол Азербайжанды бірнеше күнде басып алады. Бірақ оған тиіспей отыр. Бізге де осылай әлемнің мықтыларынан кепілдік алу керек. Сол кезде Ресей бізге тиісе алмайды. Сонда біз не істесек те қорықпай істей аламыз. Сондықтан орыс тілін конституцияда қалдыру бізді Ресейден қорғамайды. Ол бізге 100% қорғаныс бермейді. Және қайталап айтамын, бізге нағыз өзгерістерге қол жеткізу үшін ең бірінші конституцияны емес, басқа заңдарды өзгерту керек. Бірақ одан бұрын бізге ең бірінші сол заңдарды жұмыс істету керек. Өйткені қазірдің өзінде сол заңдар дұрыс жұмыс істемей тұр. Ол жерде мемлекеттік тіл көптеген салаларда міндеттелген, бірақ соның өзі орындалмай тұр. Ең бірінші бізге содан бастау керек. Бізге қазақ тілінің өзін мойындату керек. Көптеген салаларда қазақ тілі міндетті болса да, ол заң талаптар орындалмай тұр. Бірінші бізге содан бастау керек. Осының өзінен бастайықшы біз. Қолда бар заңдарды жұмыс істетейікші. Содан кейін ғана біз ол заңдардан орыс тілін алып тастай аламыз. Ал тек одан кейін келесі кезеңде ғана біз орыс тілін конституциядан алып тастай аламыз. Бірақ дәл қазір біз ештеңе өзгертпей конституциядан орыс тілін алып тастасақ, онда іс жүзінде ештеңе өзгермейді. Өзгеріс болу үшін бізге өзімізден бастау керек. Ал жаңағы конституциядан орыс тілін алып тастау керек деп шулап жүрген адамдар, олар популистер. Олардың бәрі емес, бірақ көбі популистер. Өйткені олар өздері тіл үшін ештеңе істеп жүрген жоқ. Күнделікті өмірде мен байқаймын, тіл жанашырларының өздерінің көбі смартфонды орыс тілінде қолданады. Әлеуметтік желілерді орыс тілінде қолданады. Күнделікті құжат толтырған кезде бәрі орыс тілінде. Біз бірінші осыдан бастайықшы. Өйткені статистика деген нәрсе бар. Егер сіз телефондағы қолданбаны қай тілде қолдансаңыз, оның бәріне статистика бар, есеп бар. Соған орай сұраныс артқан сайын ұсыныс та көбірек болады. Мысалы айтайық, бір дүкен бар, ол жерде сатушы қазақша түсінбейді. 100 адам келеді, олардың 90-ы сатушының ыңғайына қарай орысша сөйлей бастайды. Сондай жағдайда ештеңе өзгермейді. Бірақ 100 адамның 90-ы сатушыға қазақ тілінде қызмет көрсетіңіз деп талап етсе, онда ол дүкеннің бастығы сол сатушыға талап қояды. Не қазақша үйренесің? Егер ол үйренбесе, ол оның орнына басқа қазақ тілді сатушыны алады. Өйткені оған ақша керек. Ол клиенттерден айырылып қалу керек. Бұл нарықтың заңы. Сондықтан әр нәрсе біздің өзіміздің қолымызда. Біз бірінші өзімізден бастайық. Қазақ тілін күнделікті өмірде белсенді түрде қолданайық. Осының өзі біраз нәтиже береді. Егер біз қазір осы амалдарды орындамай конституциядан орыс тілін алып тастасақ, ештеңе өзгермейді. Оны мен сіздерге анық айта аламын. Өйткені бұл бап орыс тіліне ешқандай күш беріп тұрған жоқ. Осыны бізге түсіну керек. Ал орыс тілін алып тастау деген бос әңгіме, оның бәрі популизм. Бізге популизмге ермей іс әрекетпен дәлелдеу керек. Әркім күнделікті өмірде қазақ тілін белсенді түрде қолдансын. Әркім содан бастасын. Осының өзі бізге үлкен бір нәтиже береді. Сонда үлкен өзгерістер басталады.